жылдың 1 сәуірінен бастап Отбасы банкі дипломмен ауылға бағдарламасының операторы атанды. Баршаңызға сәлем, байланыста Отбасы банкі. Менің атым Мақсат, және бұл біздің қарапайым тілмен түсіндіретін артық сөзсіз айдарымыз. Сіз дипломмен ауылға бағдарламасына тек сиыр сауып алатын, немесе атқа міне алатын адамдар ғана қатысады дегенді естідіңіз бе? Әрине әзіл. Бірақ егер қаланың бітпейтін қарбалысынан, көшедегі көліктердің кептелісімен мына тұрған шуынан шаршаған болсаңыз, және керісінше ауылдың таза ауасын жұтып, нағыз экологиялық таза азық түлігін жеп, өз біліміңіз бен күшіңізді сынап көруге дайын болсаңыз, онда бұл бағдарлама сіздерге арналған. Сонымен бұл бағдарламаға кімдер қатыса алады? Бұл денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік сала, мәдениет, спорт, агроөнеркәсіптік кешен мамандары және әкімдік аппараттарының мемлекеттік қызметкерлері. Айтпақшы, әкімдер мен әкімдердің орынбасарлары бұл бағдарламаға қатыса алмайды. Бұл бағдарламаға қатысудың ең маңызды шарты, бағдарламаға қатысушы мамандығы бойынша жаңағы ауылдық жерде кемінде 3 жыл жұмыс істеуі керек. Ал несиелендіру бойынша қандай шарттары бар? Бұл бағдарлама бойынша тұрғын үй сатып алуға, немесе жаңадан үй құрылысына несие алуға болады. Несие мерзімі 15 жылға дейін, ал берілетін максималдық сома 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін. 23 жылы бұл сома 5.175.000 теңгеге тең. Несие бойынша мөлшерлеме 0,101%-ға тең. Өздеріңіз елестетіп көріңізші, 0,101%. Ал ең қызығы, бастапқы жарна қажет емес. Сонымен қатар дипломмен ауылға бағдарламасына қатысқан әр адамның мемлекеттен 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі жәрдемақы алу мүмкіндігі бар. 23 жылы бұл 345.000 теңгеге тең. Да ладно! Мұндай керемет бағдарламаға қатысу үшін және жәрдемақы алуға өтінімдер қалай қабылданады? Жауабы да қарапайым. Өтінімдер отбасыбанк.kz жылжымайтын мүлік порталына онлайн режимде қабылданатын болады. Ол үшін қатысушы осы порталға тіркеліп, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы өтінімге қол қоюы қажет. Замечательно, поразительно, гениально. Ал өтініш беру туралы толық бейне нұсқаулық жақын арада біздің YouTube каналда жарияланатын болады. Дипломмен ауылға бағдарламасына өтінімдерді қабылдау күні туралы толық ақпаратты біздің Отбасы банктың әлеуметтік желідегі ресми парақшаларынан және банктың сайтынан қадағалау қажет. Маған лайк қоюды және біздің керемет каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз. Сізбен бірге болған Мақсат достарыңыз, келесі көріскенше.